Ортада математика тапсыратындардың көбісі дискриминантты біледі, квадрат теңдеуді біледі, бірақ мынандай есепті көбісі шығара бермейді. Бұл жерде бізде не сұрап тұр? Мынау бізде кәдімгі квадрат теңдеу, бірақ бұл жерде мынау Q-ның орнында қандай да бір сан тұру керек. Оны бізге жасырып қойған. Бізде шыққан түбірлердің x1, x2 деген түбір шығады ғой бізде. Соларды квадраттап қосқан кезде 34 болу үшін мынау Q-ның орнында қандай сан тұру керек дейді. Виет теоремасын қолданамыз. Екі түбірді бір-біріне қосатын болсақ, ол бізде мынаның теріс таңбасы шығады, яғни кәдімгі 8 шығады. Ал x1 мен x2-ні екі түбірді көбейтетін болсақ, онда ол бізде Q-ді береді. Осы жерде қалай x1-дің квадраты және x2-ның квадраты тең 34 дегенге келтірсек болады. Ол үшін мына тұрған теңдікті екі жағын квадраттаймыз. Екі жағын квадраттаған кезде бізде мына жерде x1-дің квадраты қосылған 2x1 x2 қосылған x2-ның квадраты тең 64 шығады. Бұл жерде мынау x1-дің квадраты және x2-ның квадраты жаңағы бізде 34-ке тең. Сондықтан да біз оны 34 деп жазамыз. Бұл жерде 34-ті өткізіп жібереміз. 30 бен мынау қысқарады. x1 мен x2-ның көбейтіндісі 15. Q тең 15 деп алсақ болады. Жауап шықты. Назарларыңа рахмет. Математика тапсыратын достарыңмен бөліс.